Құрметті оқырман, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Салмақ тастай алмай жүрмін. Салмағым ауырлап 2-3 килограмм қосып алдым. Не жеу керектігін білмеймін деген ойлар сізді де мазалап жүрме? Салмағыңыз күннен күнге ауырлап, мазаңыз қашып жүрген болса, уайымдамай қоя тұрыңыз. Алдымен мәселенің шешімін тауып, әрекет жасап көру керек. Ол үшін не жеу керектігін және қандай азық-түліктерді ас мәзіріне қосуға болмайтынын біліп алыңыз. Шынында да сіз мұны білмейтін боларсыз. Шексіз жей беруге болатын азық-түліктер тізімі: қырыққабат, қияр, сәбіз, салат жапырағы, аскөк, қызанақ, болгар бұрышы, кәді, баялды, саңырауқұлақ, қызылша, минералды су, көкбұршақ, қантсыз, сүтсіз шай немесе кофе, қант алмастырғыш қосылған сусындар. Жоғарыда айтылған көкөністерді шикілей немесе қайнатып пеште пісіруге болады. Ас мәзірінде берілген мөлшерден асыруға болмайтын азық-түліктер тізімі: майсыз ет пен балық, сүт және қышқыл сүт өнімдері, майлылығы 30%-дан аспайтын ірімшік, 5% майлылығы бар сүзбе, картоп пен жүгері, горох, фасоль, жасымық, жармалар, макарон өнімдері, нан және нан өнімдері, жеміс-жидек, жұмыртқа. Мына тағамдарды ас мәзіріне мүлде қоспаңыз, немесе өте аз мөлшерде қолданыңыз. Сары май, өсімдік майы, қаймақ, майлы ет, балық, шұжық өнімдері, тауықтың майлы терісі, қант, бал, жаңғақтар, пісте, консервіленген ет пен балық, тосап, джем, тәтті торт, кондитерлік өнімдер, балмұздақ, тәтті сусындар, алкогольді ішімдіктер. Тағы бір ескертетін жайт: ас әзірлеу барысында өсімдік майын қоспай дайындауға тырысыңыз. Арнайы күйдірмейтін қазандарды пайдалансаңыз, майсыз дайындауға болады. Артық салмақтан арылудың негізгі ережелері мынадай: күніне 3 рет тамақтану. Тамақтану арасында бір жеміс жеуге болады. Тамақты асықпай, көп шайнау керек. Көп тамақтанбау, аш қарынға дүкенге бармау. Қонаққа барарда өзіңізге ұнайтын әрі диеталық тағамды үйден жеп шығу. Күніне 1 шай қасық тұз жеткілікті. Таза судың мөлшері 1,5 литрден аспау керек. Ет немесе балық тағамдарын күніне 1 рет түске дейін жеу ұсынылады. Кешкі асты ұйқыға жатардан 4 сағат бұрын ішкен дұрыс. Осы ережелерді сақтап, тек қана ас мәзіріне қосуға болатын тағамдарды ғана ішіп жейтін болсаңыз, міндетті түрде артық салмақтан арыласыз. Сабырлы болыңыз, мақсатыңызға жетесіз.